Allahu akbar, Allahu akbar. Inna kunna lakum taba'a. Сөзсіз біз сендерге еріп жүрдік қой өмірде. Бізге еріңдер дедік, ердік. Мына осымен бітем енді біздің жағдайымыз. Адамдардың іштерінде Алладан бөлек бір нәрселерді қатты сүйетіндер бар дейді. Қараңыздар. Юхиббунахум ка хуббилла. Алланы сүйгендей сүйеді дейді соны. Валлазина аману ашадду хуббан лилла. Ал иман келтіргендердің Аллаға деген махаббаты зор дейді. Біз сол махаббатпен аман қаламыз да, құрметті жамағат. Олардың жағдайын Алла былай баяндайды. Валау яраллазина заламу. Сол күні Алланың хақысына әділетсіз істегендер көрсе, қараңыздар. Валау яраллазина заламу. Қараңыздар. Из яраунал азаба. Жаханнамның азабын көріп жатқан кезде, қараңыздар. Көрген кезде жаңағы нәрсені. Из яраунал азаба аннал қуввата лиллахи жамиған ва анналлаха шадидул азаб. Бүкіл күш Аллада екендігінде көздері жетеді дейді. Бітті, бір затқа айналып кетті адам, түсінсіз ба? Бұрынғы жоқ білді ешқандай. Мүлік, билік, ештеңке жоқ. Бүкіл күштің Аллаға тән екендігіне көздері жетеді дейді соғыны. Сондай-ақ Алланың азабының қатты екендігіне көздері жетеді дейді. Сонда не болады? Мынандай нәрсе болады. Құтылу деген нәрсе. Истабарраллазина тубиғу миналлазина табағу варауул азаба ва тақаттағат бихимул асбаб. Сол кезде жаңағы өзіне ілестіргендер, өздеріне ілескендерден, біздің қатысымыз жоқ, барыңдар әрі. Қараңыз қандай нәрсе болады. Бар. Біздің қатысымыз жоқ сендерге, ешқандай. Өз ақылдарың қайда болған сендердің. Білмейміз, біз танымаймыз сендерді. Білмейміз, танымаймыз деген нәрсе жасайды дейді. Азапты көрген кезде. Сөйтіп байланыстар үзіледі дейді. Түсіндіңіз ба? Байланыстар үзіледі. Сол кезде ілесе бергендер, вақалаллазина табағу. Ілесе бергендер мынандай сөзді айтып қалады дейді сол жерде. Лау анна лана карратан. Шіркін-ай, дүниеге тағы бір барып қайтсақ қой. Фанатабаррау кама табаррау минна. Бізге қатысымыз жоқ дегендей, біз де бұларға қатысымыз жоқ деп айтар едік. Бірақ бұл нәрсе еш нәрсені шешпейді дейді Алла Тағала. Бұл көріністі көрсетеміз біз оларға. Не үшін? Жаңағы. Лиюрихим жаңағы. Амалахум хасаратин алейхим. Өздерінің осы дүниеге бүкіл амалдарын өздеріне қасірет қып көрсету үшін ғана істейміз дейді. Одан сайын ауырсын, одан сайын қайғыға батсын деп. Вама хум бихорижина минан нар. Бұлар ешқашан оттың ішінен шықпайды дейді. Көрдіңіз ғой. Сондықтан білім аласыз ба? Біліңізбен қасыңыздағы әркімді Алласымен, елшісімен байлаңыз. Өзіңіздегі әрбір нәрселермен байлай бермеңіз. Ешкімнің мазасын алмаңыз. Жақсы нәрселерді үйретіңіз. Жақсы болыңыз. Жақсы көру деген нәрсе бар бірлеріңізге мысалы. Ал күнәнің жағдайы қиын. Көрдіңіз ғой. Күнә көтеру деген тақырып болады екен қияметте. Бұл бірінші қағида. Екінші қағида, мынау күнәмен байланысты. Енді салиқалы амалмен байланысты. Ва аллайса лил инсани илля ма сага. Екінші қағиданы айтып отырады. Бұл қағидалар ешқашан өзгермейді. Қияметте солай істетіледі. Екінші қағида қандай? Әрбір адамға тек өзінің еңбегі ғана болады дейді. Қараңыздар. Әрбір адамға өзінің еңбегі ғана болады. Иллама сага, мынау сага деген етістіктің мағынасы көп. Оның ішіне жаңағы еңбегі, талпынысы, ұмтылысы, жігері, талабы, тілегі, ізденісі түгел кіріп кетеді осының ішіне. Кім не іздеп жүр, сол ғана болады дейді. Кім не нәрсеге еңбектеніп жүр, сол еңбегі ғана болады дейді. Сол еңбегінің сауабы ғана болады дейді. Адамға өзінің жағы жинау үшін айтылып жатқан аят. Амалдарыңды жина, қоржыныңды дайында, жабдықтан қияметке. Мысалы мынандай нәрсені аятқа назар аударсақ, бисмиллахир-рахманир-рахим. Ман кана юридул ал-аджила. Дүние тіршілігін Алла Тағала тез өтіп кететін деген нәрсемен айтады. Тез өтіп кететін өмір, өткінші өмір. Бар, жоқ болды.
Мысалы кеше бір арамызда бар адам бүгін жоқ. Өмірде осылай да. Сонда осы кім осы өткінші дүниені қаласа, ал-ажила аджална лаху фиха. Қараңыздар. Осы дүниеде өткізе саламыз дейді оны. Қараңыз қалай Атала сөйлейді. Түпкі мақсатында, өйткені мен жоқпын дейді. Түпкі мақсаты дүние осы. Осы дүниеде өткізе саламыз дейді оны. Қалай өткізеді? Мысалы, аджална лаху фиха ма нашау. Не қалаймыз біз дейді. Алла Тағаланың қараңыз, қалауды қай жаққа алып жатыр. Біз не қалаймыз, соны береміз дейді. Ол ойлайды, мен қалаған нәрседен беріліп жатыр деп. Көрдіңіз бе? Біз қалаймыз, біз береміз дейді. Сосын лимен нурид, кімге қаласақ береміз. Көрдіңіз бе? Алла Тағала қалай не етіп жатыр. Не қалаймыз, кімге қалаймыз, бұны біз шешеміз дейді. Сөйтіп дүниесінен өткізе саламыз дейді, тезірек. Сосын сумма жағална лаху жаханнама. Сосын біз оған жаханнамды жасап қойдық дейді. Қараңыз, Алла Тағала қалай оңай сөйлейді. Өйткені бізге мұқтаж емес. Сосын оған жаханнамды біз жасап қойдық дейді. Яслаха, түседі сол жаханнамның ішіне. Мазмума мадхура, қорланған түрде, Алланың рахымынан аластатылған түрде. Сөйтіп қиналып отқан кезімізде келесі аятында айтады. Уаман арада ал-ахира, қараңыздар. Ал кім ақыретті қаласа. Сосын ақыретті қалау деген арман болып кетпесін дейді Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Ақыретті бәріміз қалаймыз біз осы жерде. Бірақ ісіміз қалай ма? Талпынысымыз да бар ма? Ұмтылысымыз да бар ма? Еңбегіміз көрсетіп жатыр ма соны? Міне сол нәрсеге орнықтыру үшін Алла Тағала уаман арада ал-ахира, кім ақыретті қаласа, сосын сөзді қосады. Ва саалаха сағияха, қараңыздар. Ақыреттің жаңағы талпынысымен ақыретке бүкіл еңбегін салса дейді енді, қараңыздар. Көрдіңіз бе? Ақыретке. Мысалы, сізде егін шаруашылығы бар, сізде мал шаруашылығы бар. Ол еңбегіңіз жақсы, бірақ қай жаққа апарып жатқан еңбегіңіз бұл сізді? Қай жаққа бұл еңбекті апарып жатсыз? Әлде бұл еңбек сізді апарып жатыр ма бір жерге? Сіз ғой қожайын. Қай жаққа апарып жатсыз бұны? Әлде түпкі мақсат осы ма? Тоқтаған жер осы ма? Жоқ, ақырет. Ақырет үшін салып жатсыз егінді. Ақырет үшін мал бағып жатсыз. Ақырет үшін білім оқып жатсыз. Неге? Өйткені сол білімнен дипломды алған кезде түгел нәрсе, Алла Тағала күн мен айды сізге қалай бағындырып берді, сіз де дипломыңызды Аллаға бағындырып бересіз. Мамандығыңызды Аллаға бағындырасыз. Дәрігерсіз ба? Алла риза болатын жағдайда болатындаған дәрігерсіз. Мұғалімсіз ба? Алла Тағала риза болатын жағдайдағы мұғалім болу керексіз. Әділетсіздік деген сізге қараса исламның нышандары көрінеді. Алланың үйреткен тәлім тәрбиесі көрінеді да, ақыретке қарай. Кім ақыретті қаласа, және бүкіл талпынысын соған қарай салса дейді. Еңбегін со жаққа қарай жақса. Мақсат, талап тілегінің бәрі сол болса, вахуа муъминун деген шартты қояды. Және өзі муъмин болса. Не үшін муъмин деген шартты қойып отыр? Өйткені кітап иелерінің ішінде де бар ақыретке тырысып жатқандар. Бірақ Алла Тағаланың жалғыздығы мойындамағандықтан, жаңағы нәрсенің барлығының сауабын осы дүниеде бере салады екен оларға. Осы дүниеде жақсы адам болып кетеді екен. Әділ, адамгершілігі мол, жақсы балалар сыйлап қояды. Бірақ иман, мойындау мәселесі жоқ. Алла Тағаланың жалғыздығын. Міне осы нәрседе, егер осылай болсаңдар дейді, фаулайка кана сағюкум машкура. Онда мен бұлардың талап тілектерін алғысыма бөлеймін дейді. Қараңыз, Алла Тағала не деп жатыр? Алғысыма бөліп жіберемін дейді бұларды.